Ассаламу алейкум, құрметті достар, қымбатты лайкты ән жобасының көрермендері. Өздеріңіз көптен күткен лайкты ән жобасының екінші маусымы басталды. Әлбетте сіздердің сұрауларыңыз бойынша керемет әншілердің барлығын шақыруға тырыстық. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай жаңа локация, бізде тағы да күшті жаңалық, бізде спонсор бар. Бұл Салам Бро, дәмді бургерлер отаны. Өзімнің інім өте талантты, бойдақ Мирас Жүгінісов! Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Лайкты ән жобасына қош келдің, Мирас. Қош көрдік. Сені көп күттік, 2 ай. Келгеніме қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Не жаңалық өміріңде, творчествоңда? Сол біз жақында турымызды бітірдік, 9 қалада болды. Және де жақында әнім шықты, біз екеуміз дейтін аниме стилінде түсірілген. Мен көрдім. Аниме стилінде түсірілген. Біздің енді мен өзім анимені қатты жақсы көремін. Сол өзіме аниме ұнап, осындай стилде түсіріп көрейік деп Маргомен ақылдасып, осындай бір дүние шығардық. Біз екеуміз деген. Әнде күшті, бейнебаянда күшті, міндетті түрде көріңіздер. Енді, если не секрет, қаншаға шықты сол? Мен аниме қымбат болады деп естігем. Ол енді аниме көп адам жұмыс жасайды, оның суретін салу керек, оның барлығын жасау, мысалы 2-3 адам ғана ақша жасамайды. Сондықтан да ол жұмыс өте қымбат деп айтуға болады негізі. 20 миллионға түсірілді. Мен көріп шықтым, керемет. Сіздер де көріңіздер, 20 миллион теңгеге түсірілген бейнебаян. Құтты болсын, оңнан болсын, хитқа айналсын. Енді сенің кез келген әніңмен біздің лайықты ән бағдарламасын шақыруымызға болады. Бірақ бүгін қандай ән алып келдің? Сен туралы мен, және де Зымыран әні. Бірінші қайсыны орындаймыз? Сен туралы? Сен туралының авторларын айтып жіберсең. Мен өзім досым Мұрат Қабылов дейтін музыкасын жазған, сөзін Мархаба Саби. Аранжировкасы? Аранжировкасы Мұрат Қабылов. Сен туралы Мирас Жүгінісов. Сен туралы мәңгілі қалар әнді жазғым келеді әдемі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді себебі тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді шедевр көңілі болған баған қиялы ұрланбаған болыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан санасы уланбаған қанаты қиылмаған дөңгелек дүниеден іздегенім сендей жан идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған жаралмасаң егер қыз болып ән болар ең сүйіп тыңдаған идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған музыкасың үнсіз әуені қанша тыңдасам да аз маған сен туралы ғажайып шытырман толы роман жазғым келеді сені басты роль қылып Оскар алар фильм түсіргім келеді тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау сен туралы тіпті операда жазғым келеді шедевр аңылы болғанбаған қиялы ұрланбаған бұлыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан санасы уланбаған қанаты қиылмаған дөңгелек дүниеден іздегенім
көрмедім сендей жан. Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Жаралмасаң егер қыз болып, ән қылар ең сүйіп тыңдаған. Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Музыкасың мінсіз әуені, қанша тыңдасам да аз маған. Бірге! Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Жаралмасаң егер қыз болып, ән болар ең сүйіп тыңдаған. Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Музыкасы мінсіз әуені, қанша тыңдасам да аз маған. Мирас, үлкен рахмет. Саған ұнады ма жалпы екеуміздің дуэтіміз? Иә, ұнады, конечно, ұнады. Жалпы енді мынандай ғой, Мирас, микрофон қоя бер. Осы қазақ эстрадасында неге әнді мен айтпадым? Мен айтсам да бір күшті шығатын еді ғой деген сияқты. Топ әндерің. Ондай ән бар, бірақ ол шетелдік ән. Wake Me Up дейтін Avicii'нің әні. So wake me up when it's... Сол әнді қатты айтқым келетін. Кішкентай кезінде мына ән менікі болса ғой деп арман дейді. Қазақшадан ше? Сосын Danza Kuduro дейтін ән. Сол әндерді қатты менікі болса ғой деп арман дейді. Қазақтың әндерінен енді мен өзіме стиль табу үшін негізі шетелдің әншілерін көп тыңдайтын. Иә, көп тыңдадым. Сондықтан да қазіргі қазақтың әншілерінен мен Молданазардың әндерін өзім айтқанды жақсы көремін, негізі. Мынаны естимісің дейтінді кішкентай кезімде көп айтатынмын. Осы ән менің стиліме келеді-ау деген ой болған. Осындай әнді маған Ғалымжан аға жазып берсе ғой деп кішкентай кезімде ойлағам. Осы ән шыққан кезде бір конкурстарда айтатын едім. Бірақ та менің әнім болса о деген ондай болмапты. Күшті. Мирас, өзің достарының арасынан және де осы жаңа шетелдіктерден көп тыңдап жүрген әндер? Көп тыңдап жүрген әндер. Мен қазір кейінгі уақытта да ескі әндерді жақсы көрем. Nickelback дейтін группа, рок группаны жақсы көрем. Және де Россиядан Pizza дейтін группаны жақсы көрем. Сергей Приказчиковтың әндерін. Біздің қазақтан сол қазір тыңдап жүрген өзіміздің Райым, Ароны тыңдап жүрмін. Және де Найтуаның балалары бар. Сосын Молданазар. Күшті. Қашықтар көбінесе сенің әндеріңді қолданады ғой. Ән жазған кезде сен өзің бағыт бағдар бересің, мысалы былай болса екен, мына жер былай болса деген сияқты. Иә, әрине. Неден шабыт аласың? Негізі менде андай болатын, қатты адам бақытты болса, ол ән жаза алмайтын сияқты. Ол үшін ода бір өмірінде бірдеме болып жату керек, негізі бірақ бақытты болған кезде оған қиын да ондай затты ойлау. Өзіңіз де білесіз қой енді ондайды. Ал бір мысалға бір ұрысып қалған кезде бірдеме жазып кетеді, немесе бір ситуацияға байланысты бірдемені жазған жақсы көреді әншілер. Сондықтан да шабыт негізі әрбір біздің өміріміздегі ситуациядан келеді деп ойлаймын. Мысалы бір қызбен жүріп жүрмей қалдың, бірақ оның өзін мен бір қызбен жүрсем, онымен бұрынғы жаман болған заттарды емес, ұрысқан, оны есіме алмаймын да әндерімде. Жақсы болған моменттерді жазуға тырысамын. Бақытты сәттерін жаз. Бақытты сәттеріңді әндерімнің ішіне кіргізгенді жөн көремін ғой. Дұрыс. Енді байқаймын сөздері де күшті сенің әндерінің. Сөздеріне қатты мән бересің бе? Негізі, мағынаға қатты мән беремін. Көп ақындармен жұмыс істейсің бе, бірақ белгілі бір ақындарың бар ма, осылармен ғана жұмыс істеймін деген сияқты? Негізі осы өмірімде екі ақынмен жұмыс істедім. Сол Мархабамен және де Саят дейтін, Саят Рахымжан дейтін досым бар. Мархаба Сәбимен Саят? Иә, Саятпен бірге жазамыз. Қазіргі соңғы әндерді Саятпен бірге жазып жүрміз. Кез келген, мысалы, шетелгі әншімен дуэт айтты бұйырса да, кіммен айтар едің? Бұйырса, қазір ойланып қарайтын болсам, енді кеше тыңдап отырмын да әншілерді. Уикендпен жазсам қызық болар еді деп ойлаймын. Және де сол бағанаға Pizza тобымен жазғым келеді. Сосын бірақ енді қатты ол кісілер үлкен болса да, рок группа болса да, сол Nickelbackпен қатты жазғым келеді. Кішкентай кезімде сол кісілердің әндерін тыңдап өстім.
анау дауыстағы хриптің бәрі сол кісілерден өзіме білмеймін сіңіп қалған ба, иә. Remember me the dream деген кезде уже тыңдаған кезде мен содан кайф аламын да. И сол хрип бәсиқақтан келді десең, сол біздің тыңдаған сияқты десең. Жоқ, күшті, сен хрипіңді вообще бөлек қой, әдемі. Бірнеше рет стадион жинадым, 10-15 мың адамнан. Сол кезде стадионның барлығы қосылып, сен әніңді айтқан кезде сен қандай сезімде боласың? Негізі неше рет шықсаң да сахнаға, ол стадион сенімен бірге ән айтып жатқан кезде, әр әніңді айтсын, бірінші әніңді айтсын, екінші әніңді айтсын, ол саған бірінші рет сияқты болады да. Анау құлақта бағана наушник тұрады да, сол наушникті шешіп тыңдағың келеді да олардың айтқан. И содан әсер алып, одан сайын жанып, анау ән бітіп жатса да бэндпен айтып жатыр, оны жалғастырғың келеді да қайтадан. Тоқтатпайды. Иә, концерт, мен бірінші концертім болған кезде Алматыда мен әндетемнің қайырмасын бір 4 рет па 5 рет па айтқан шығарым халықпен бірге, тыңдармандармен бірге. Өздері де тоқтағысы келген жоқ, мен де тоқтағым келген жоқ. Ол мен үшін қатты андай күшті сезімдердің бірі. Ең басында ондайға үйрену қиын болды да, енді әннің сөзін ұмытып қаласың, олар сен әніңді айтып жатса. Бір моментте тоқтап қаласың да, айтқан кезде таңғалып қаласың да өзің әннің сөзін ұмытып қалып, олар жалғастырып жібереді, көмектесіп жібереді саған. Керемет. Сонысы мен қызық қой. Осындай бақыт сәттерің көп болсын, Құдай қаласа. Рахмет. Әр әнің осындай халықтың жүрегінен орын алып, халық сенімен бірге айтып отырсын. Енді өнердегі ең үлкен арманым? Ең үлкен арманым осы бір өзімнің әдемі стилімді қалыптастырып, және де осы стильмен әлемге шығып, өзімді көрсету, біздің қазақтың қандай екенін көрсеткім келеді. Қазақ тілін көрсету. Қазақ тілін көрсету, иә, қазір қазақ тілі барлық жерде енді трендте ғой. Бәрі қазақ, TikTok болсын, қай жақта болсын, қазақтың әндеріне де шетелдегілер түсіріп жатыр. Сөзін білмесе де, бірақ та олардың құлағына жағымды. Музыкада тіл жоқ деп айтады ғой. Сондықтан да бізде шетелдің әнін айта алатынымызды көрсеткім келеді, біздің қазақтың тілін қандай екенін көрсеткім келеді. Қазіргі мысалы біздің Димаш сияқты домбыраны алып, бір әлемнің бір сахнасына барып домбыраны алып шыққан кезде жүрегің дір ете қалады ғой. Сондай сезімді мен де сезінгім келеді. Құдай қалса бұйырсын. Мен осы жерге келіп, шамай келгенше бата беріп кетемін, мен арманыңа жете алмайын. Енді екінші ән қандай әнін алып келдің? Екінші ән сол бәріміз қосылып айтатын зымыран ән. Кім сөзі, кім? Оның сөзін Саят Рахымжан жазды, музыкасын Мұрат Қабылов, аранжировкасын да Мұрат Қабылов. Ендеше қарсы алыңыздар. Зымыран, Мирас, жүргіңіз. Қолымнан ұста, ұшам десең алысқа, ұшам десең алысқа. Ерекше әлемін жүрекке әнедің, баяусыз өмірді сен келіп сәндедің. Әнімнің әуені өзіңе дәмелі, шын сезім бақытты тек саған тән еді. Жанымның айқайын тек саған айтайын, ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым. Сөзіме сен менің, сен ғана керегім. Сендіріп бағыма келе ғой жаныма, өтсе де аз уақыт айналдың бағыма. Боламын қасыңда, сезімді жасырма. Қолымнан ұста, ұшам десең алысқа, сезім зымыран қолаштайды ғарышқа. Дәл осы тұста, жақында емес алыста, болғаннан соң қашып, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Қолымнан ұсташы. Ұшам десең алысқа, ұшам десең алысқа. Ғашықып сәніңе, дем бердің әніме, айналдың кездесі өмірдің мәніне. Басқаға көнбедім, тынысым сен дедім,
жаралы жүректі сен келіп емдедің. Жанымның айқайын тек саған айтайын, ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым. Сөзіме сенедің, сен ғана керегім. Сендіріп бағыма келе ғой жаныма, өтсе де аз уақыт айналдың барыма, боламын қасыңда, сезімді жасырма. Қолымнан ұстап ұшам десең алысқа, сезім зымыран құлаштайды ғарышқа. Дәл осы тұста жақын емес алыста, болғаннан соң ғашық. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұста, ұшам десең алысқа, сезім зымыран құлаштайды ғарышқа. Дәл осы тұста жақын емес алыста, болғаннан соң ғашық. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Деп қыздар жылап отыр. Мираса үлкен рахмет, күшті. Маған өте қатты ұнады өзіме. Саған ұнады ма? Әрине. Үлкен рахмет. Бұл жоба шынымен басталғанына бір 2 айдың төңірегінде болды. Енді шама келгенше халықтың көңілінен шығып жатыр. Сондықтан да біздің жобаны лайықты әнді қолдап келгеніне мың алғыс, үлкен рахмет. Қымбатты көрермендер, лайықтарыңызды басып, көріп, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және өзімнің атымнан, спонсордың атынан саған подарка. Pro-Max. Салам, Pro-Max. Ашып көрсең болады. Былай, айфон сияқты, айфон сияқты. Бургер. Салам, бро. Бургерлер отанның атынан бір айға сізге тегін сертификат. Бүкіл достарымды осымен тамақтандырасыңыздар болады. Рахмет көп. Және де біздің мынау YouTube арнасын көріп, жақсы комментарий қалдырған адамдарға да біздің сыйлығымыз бар. Және спонсорымыздың атынан сыйлығымыз бар. Арнайы сіздер үшін бургерлеріміз дайын. Сондықтан да міндетті түрде активный болып комментарий жазып отырыңыздар. Және де бізге керемет жанды дауыста әндеріміздің барлығын сүйемелдеп отырған лайк ансамбліне бір сіздердің лайктарыңыз, қошеметтеріңіз болса, үлкен рахмет. Гитарада Саид, барабанщик Илья, бас-гитара Тимур және красавица клавиште Елена қыздарыңыз. Рахмет екен. Бағдарламаларыңыз өрлей берсін, көп просмотр болсын, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Және келесіде күтеміз. Тағы да бұйырса жаңа әндермен келеміз. 4 хитпен кел. Лайктан көп болсын. Рахмет. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.